Кымбатты достар, ұстаған оразаларыңыз қабыл болсын. Оразаға арналған осындай дәмді тағамдар рецебін ұсынамын. Менің каналыма жазылып, қоңыраушаны басып қойыңыздар. Алда жаңа видеоларды жіберіп алмаңыздар. Ең әуелі балықтан тіске басар дайындаймыз. Ол үшін балықты маринадтайтын сарымсақты осылай ұсақ үккіштен өткізіп аламыз. Сарымсақ езгіштен де өткізсеңіздер де болады. Сарымсақтың үстіне батып тұратындай етіп күнбағыс майын құйып, жақсылап араластырамыз. Енді судакты осылай бөліктерге бөліп аламыз. Дәмдеуіштерден мен паприка, тимьян және балыққа арналған дәмдеуіш қосамын. Санта Марияның осындай дәмдеуішімен балыққа арналған дәмдеуішінде қостым. Оның үстіне тұз қосамыз. Лимонның шырынын осылай қосып, лаймның шырынын қосамыз. Күнбағыс майындағы жаңағы сарымсағымызды қосамыз. Аздап сұйық май қосып, жақсылап осылай араластырамыз. Балықты жарты сағатта қалдырамыз, маринадталуы керек. 3 түрлі түсті тәтті бұрышты осылай көбіктеп турап, оның үстіне горох қосамыз. Горохтың мен консервідегі түрін қостым. Мұздатылған горох қоссаңыздар да болады. Үстіне тұз, аздап сұйық май қосып араластырамыз. Мінекей біздің салмамыз дайын. Маринадталған балығымызды осылай тақтайшаның үстіне сыртқы жағын осылай қаратып қоямыз. Үстіне салмамызды салып шығамыз. Тығыздап осылай ораймыз. Спашка таяқшамызды осылай тығамыз. Балықтың бәріне осылай начинканы салып, видеодағыдай етіп орап, спашка тығып шығамыз. Тіске басардың үстіне мен чеддер ірімшігін осылай септім. Басқа ірімшік сепсеңіздер де болады, өз қалауларыңыз бойынша. Алдын ала қызып тұрған пеште 200 градуста 30-35 минуттай пісіріп аламыз. Судак балығынан тіске басарымыз дайын. Баршаңызға ас болсын. Енді біз балыққа және тауық етіне арналған соус дайындаймыз. Кілегейді газге қоямыз. Қайнай бастаған кезде оған түйіршікті қышақ қосамыз, яғни горчица. Лимонның шырынын салып 5 минуттай қайнатамыз. Мінекей біздің соусымыз дайын. Кез келген балық, тауық етінен жасалған тағамдарға ұсынсаңыздар болады. Ендігі кезекте қалпақты салат дайындаймыз. Ең алдымен тортилья лавашын осылай қызып тұрған майға қуырып аламыз, айналдыра отырып. Енді салаттың бетіне қосатын картофель пай дайындаймыз. Картопты осылай үккіштен өткізіп, жақсылап салқын суға 2-3 қайтара жуамыз.
Содан кейін картопты осылай кептіреміз. Кепкен картопымызды қызып тұрған майға осылай аз-аздап салып, қуырып аламыз осылай. Соломка етіп туралған свежий қияр, тауықтың төс еті, суға піскен жұмыртқа мен консервідегі жүгеріні ыдысымызға салып, татымына қарай тұз, бұрыш қосамыз. 25% қаймақ немесе үй қаймағын немесе майонез қосамыз. Араластырамыз. Майға қуырған тортильяның үстіне салатымызды осылай саламыз. Салаттың жоғарғы жағына осылай картофель пайды қойып шығамыз. Мінекей қалпақты салатымыз дайын. Бұны басқаша тортилья салаты деп те атайды. Астарыңыз дәмді болсын. Енді біз ауызашарға 30 минутта дайын болатын балды торт дайындаймыз. Бұл торттың жасалу жолы өте оңай, көп машақатты қажет етпейді. Ыдысымызға 2 үлкен жұмыртқаны салып, аздап тұз себеміз. Миксерлейміз, қантты 2-3 бөліп осылай қосамыз. Қанты ерігеннен кейін үстіне осындай сұйық бал қосамыз. Және оның үстіне ерітілген ыстық емес сармайды қосып миксермен араластырамыз. Оның үстіне қопсытқышты қосып, електен өткізіп, массамыздың үстіне қосамыз. Миксермен араластырсаңыздар да болады. Пергамент төселген табамызға қамырды құйып, бетін жақсылап тегістейміз. Қызып тұрған пеште 180 градуста 10-15 минуттай пісіреміз. Өз пешіңіздің ыңғайына қарай пісіресіздер. Торт піскеннен кейін пергаментті алып тастаймыз. Мен теңдей 3 бөлікке бөлдім. Өз қалауларыңыз бойынша бөлсеңіздер болады. Шетіндегі қалдық бисквиттерін блендерге салып сақтап аламыз. Немесе бұл қалдықтар пешке салып қызартып пісіріп, оқтаумен ұсақтасаңыздар да болады. Енді кремін дайындаймыз. 20-25% қаймаққа қант ұнтағын қосып араластырамыз. Әр кожудың үстіне осылай кремімізді жағып шығамыз. Ұсақталған кож қалдықтарын осылай бетіне жан-жағына сеуіп шығамыз. Торттың бетін өз қалауларыңыз бойынша әсемдесеңіздер болады. Торт өте дәмді болып шықты. Барлықтарыңыз жасап көріңіздер. Оқтаумен ысып отпайсыздар, аз ғана уақыттарыңыз кетеді. Жалбызды шайдың рецебі менің YouTube каналымда бар. Описанияға сілтемесін қалдырамын, кіріп көрсеңіздер болады.
Қымбатты достар, оразаға арналған дастархан ұнаған болса, достарыңызға, группаларға поделиться етіп қойсаңыздар болады. Видео ұнаса, лүпіл басып, пікір қалдыруды ұмытпаңыздар. Оразаларыңыз қабыл болсын.